Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге арнайы стейктің жасалу жолымен бөліскелі отырмын. Яғни үй жағдайында өзімнің жасау әдісімен. Видеоның соңына дейін көріп тамашалап, лайк, комментарий қалдырып қойыңыз. Алдағы күнде тағы түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Менде қазір 500-600 грамдай етті қолдандым. Етімізді жақсылап жуып тазалап, салфеткамен сүртіп құрғатып аламыз. Етті өзім алдын ала дайындап қойдым. Ең алдымен сиыр еті 500-600 грамдай, тұз, соевый соус және аджика, майонез, пияз, чеснок, қара бұрыш дәміне қарай приправа қолданамын, және де фольга қажет болады. Келесі етті маринадтаймыз, өте дәмді болады. Ең алдымен аджикадан 2 шай қасық мөлшермен, келесі 1 шай қасық мөлшермен тұз саламыз. Үстіне 1 ас қасық мөлшермен майонез салып, жақсылап араластырамыз. Келесі соевый соустан 1 ас қасық мөлшермен құйып, жақсылап араластырамыз. Соевый соус жақсы жібітеді, өте дәмді болады, әрі жұмсақ болады. Келесі чеснокты тураймыз. Чеснокты дәл видеодағыдай турасаңыздар болады. Менікі секілді әркім әрқалай турайды. Ұсақтап турасаңыздар да болады. Бірақ мен өзіме осылай дәл домалақтап тураған ұнайды. Және де етімізге чеснок дәмін келтіреді. Өте керемет дәмді болады. Ол үшін бізге етімізді пышақтың көмегімен бас жағынан бастап, аяғына дейін тіліп шығатын боламыз дәл видеодағыдай. Тілінген жерге жаңағы туралған чесногымызды, домалақ чесногымызды салып шығатын боламыз арасына, еттің арасына. Өте дәмді болады піскен кезде. Дәл қазір көріп отырсаңыздар, видео ұнап жатса, менің рецептімен жасап көріңіздер. Ол үшін подписаться батырмасын басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Чесногымызды барлық тілінген, кесілген жерге салып шығатын боламыз. Келесі приправамен қара бұрышты үстіне сеуіп, келесі соусымызды құятын боламыз. Маринадтарға арналған соусымызды алдын ала дайындап алған соусымызды құйып, жағып шығатын боламыз. Қолымыздың көмегімен, әрине оған қолдың көмегі қажет болады, жақсылап сіну үшін етімізге. Дәл видеодағыдай арасына сінімді болу үшін соусымызды жақсылап жағып шығатын боламыз барлық жеріне. Келесі жағына етімізді аударғаннан кейін пышақтың көмегімен тіліп кесіп алатын боламыз. Пышағымыз өткір болғаны жөн, және де дәл видеодағыдай кесіп алғаннан кейін қалған соусымызды құятын боламыз. Жақсылап барлық жеріне жағып шығатын боламыз, сінімді болу үшін өте дәмді болады дәл видеодағыдай. Және де осы соусты барлық тағамға да, барлық етке қолдансаңыздар да болады. Етімізді маринадтап алдық. Ары кетсе 1 сағаттай тұрған жөн.
бөлме температурасына. Келесі майымызды табамызға құйып қыздырып аламыз. Пиязымызды алдын ала турап алдым. Пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. 1-2 минуттай қуырғандарыңыз жөн болады. Өте дәмді болады пиязбен де. Пиязды жақсылап қуырып атқаннан кейін, жарты қасық мөлшермен тұз салып, жақсылап араластырып, тағы бір қуырып алатын боламыз. Келесі пиязымызды дәл етіміздің үстіне салатын боламыз. Етімізді фольганың үстіне салып қойдым алдын ала. Одан кейін фольганы жарты бөлігін бетіне салып, жақсылап орайтын боламыз. Өйткені жақсылап ораған себебіміз етіміздің соғы бөліне бастайтын болады. Өте керемет дәмді шығады. Әркімнің пеші әртүрлі піседі. Менде 180 градуста 1,5 сағаттың ішінде пісіп шықты. Өйткені неге 1,5 сағатта соевый соус қолданғандықтан өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін болады. Соевый соус егерде қолданбаған болсаңыз, онда сіздің пешіңізге байланысты 150 градуста 2 сағатта не болмаса 3 сағат одан да көп ұстасаңыз да болады. Жай отта, жай қызып тұрған пеште өте керемет дәмді болып, жұмсақ болғанша пісіргендеріңіз жөн болады. Мінеке толығымен 1,5 сағаттай пісіп шықты. Дәл видеода да көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, иісі деген керемет, сарымсақтың, пияздың иісі кәдімгідей мүңкіп тұр. Еттің де мінеке дәл видеодағыдай кесіп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай арасы піскен, жұмсақ болып, нәзік болып шыққан. Үй жағдайында жасап көріңіздер, керемет дәмді болып шығады. Дәл қазір стейкті кесіп көрсетіп жатырмын. Арасы піскен, жұмсақ, нәзік болып шығады. Еті де дәмді, қайта-қайта жасай бергіңіз келеді. Бір жасағаннан дәмді болып шығады. Ол үшін менің YouTube каналыма кіріп, подписаться батырмасын басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және достарыңызға жіберіп, Инстаграмға тіркеліп алыңыздар. Алда түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған мен Айдана. Назарларыңызға рахмет.